барлығымыз суретке назар аударамыз. Суреттің орналасуы дұрыс па? Қараңыздаршы. Негізі дұрыс емес, себебі көктем мен қыс басқа жерде тұру керек. Көктем мен қыс дұрыс, басқа жерде. Орналасуы сонымен немене? Дұрыс. Дұрыс емес, дұрыс емес. Сондықтан балалар, қараймыз мына, дұрыс емес. Бірінші қазақ күнтізбесі бойынша көктем айынан басталады, көктем, жаз, күз, қыс айы болып кетеді. Бүгінгі балалар, сонымен балалар, біз бүгін сіздермен қазақтың халық күнтізбесі тақырыбында бүгін әңгімелейтін боламыз. Сол жайында айтамыз. Бүгінгі сабақтың Біздің бүгін сабақта сіздер жаңа сөздермен танысасыздар, мәтінмен жұмыс жасайсыздар. Өткен жаңа сөздер арқылы сіздер сол сабақ бойы жұмыс жасайтын боласыздар. Мәтінде кездесетін әлеуметтік қоғамдық тақырыптар аясында айтылған сөздер мен терминдер сөздерінің мағынасын түсінесіздер. Жаңа сөздерді мұқият тыңдаңыздар. Жорамал, шама, тұспал, болжам, предположение, величина, намек. Күндіз-түні тәулік бойы днем и ночью круглосуточно, күнкөріс, тіршілік, тұрмыс, жизнь, быт. Ұзақтық, қашықтық, продолжительность, расстояние. Сөздерді түртіп жазып алып отырыңыздар. Келесі, жұлдызшы аспан денелерін қозғалысын бақылайтын адам астроном. Ұлу, теңіздерде тіршілік ететін жәндік. Диқаншылық, егін, салушылық, егін, шілік деген мағынаны білдіреді. Сөздер күні. Мәтінде кездесетін сіздерде сөздер. Енді қазір мәтінді тыңдаймыз. Мәтін бойынша сіздер қазір сұрақтарға жауап бересіздер. Мәтінде кездесетін әлеуметтік қоғамдық тақырыптар аясында айтылатын сөздер мен термин сөздерді мағынасын түсініп отырыңыздар. Сол сөздерді түсініп отырыңыздар. Мәтінді мұқият тыңдаймыз. 5-6 сабақтар. 2-ші тапсырма. Интеллектуалдық ой өрісі дамыған көшпенді түркілер әлемді шеңбер түрінде қабылдады. Бұл астрономиялық білімдер түркілердің өмірден түйген тәжірибесінің жемісі. Олар күнкөріс үшін күндіз-түні табиғатты зерттеді. Көшпенділер шексіз ұлы даланы аспанмен ғана байланыстырды. Көшпенділердің астрономиялық білімдері негізінде қазақ күнтізбесі жасалды. Олар аспан денелерін жұлдыз деп атады. Түнде жол жүргенде темірқазыққа қарап жол тапты. Оның жанындағы екі жұлдызды ақбозат, көкбозат деп атады. Жеті қарақшыны түнде астрономиялық сағат ретінде пайдаланды. Жеті қарақшының көрінуіне қарай орын ауыстырды. Қазақтар Юпитерді есеп қырған, Марсты қызыл жұлдыз, Сириусты сүмбіле деп атады. Олар жұлдыздарға ат қойып, аспан картасын жасады. Мұқият тыңдадыңыздар, қазір балалар. Енді қазір жауап бергенде сіздер топта бағалап отырасыздар. Бірінші топтың спикері Самира, екінші топ Ұлдана және Диасия. Енді қазір осы бойынша сіздер бағалап отырасыздар. Сұрақтарға жауап беріңіздер енді. Тыңдаңыздар, аудио бейне мәтінді. Мәтінде не туралы, кімдер туралы сөз болды? Мәтінде жұлдыздар туралы айтылады. Айтылады, жұлдыздар туралы айтылады. Келесі сұрақ. Түркілер әлемді қалай қабылдады? Ұлдана. Интеллектуалды ой өрісі дамыған көшпенді түркілер әлемде шеңбер түрінде қабылдады. Қазақ күнтізбесі қалай қалыптасты? Самира. Көшпенділер шексіз ұлы даланы аспанмен ғана байланыстырады. Көшпенділердің негізінде қазақтың күнтізбесі жасалды. Енді аспан денелерінде қандай ат қойды? Кристина. Аспан денелерін жұлдыз деп атады, жұлдызды ақбозат, көкбозат деп атады. Жұлдызды ақбозат, көкбозат деп атады. Сондықтан балалар, міне сіздер мәтінді тыңдадыңыздар, бүгін жаңа айтылды, түркі әлемінде барлығы не бойынша жұмыс жасаған, қазақтың халық күнтізбесі бойы түрінде жұмыс жасаған.
Ол күнтізбемен осы бір жылғаның бірнеше жылдары күнтізбені ауа райын болжап отырған, адамның қасиеттерін болжап отырған, осы қасиеттерін қалай болжаған барлығын сіздер топта мәтінде білетін боласыздар. Енді қазір назар аударыңыздаршы. Қазақтарды жұлдыздар жаңа айтып кеткендей, қазақтар жұлдыздарды жақсы таныған және әр ай атау берген оларға. Бүгінгі дейін, оны қазіргі заманымызға дейін осы күнтізбені қолдануда. Жыл аттары, ай аттары, жұлдыздар белгілері, жыл аттары тышқан, сиыр, барыс, жылқы деп әрі кете береді. Оны сіздер қазір мәтінде кездесетін осы сөздер. Соны сіздер мұқият тыңдаңыздар. Және ай аттары берілген, жұлдызша белгілері, балық, тоқты, торпақ, егіздер деп осы жұлдызшылар да олда мәтінде қазір беріледі. Қазір сіздер мәтінін берілемін. Үш топқа, осы үш топқа мәтін берілген соң, мәтінмен сіздер топта жұмыс жасайсыздар. Түсінікті ме? Топта жұмыс жасайсыздар. Әр топқа беріледі. Мәтінді оқи беріңіздер. Мәтінді оқыңдар. Топта оқыңдар. Және топқа сіздерге тапсырма беріледі. Тапсырма. Тапсырманы қараңыздар. Топта оқыңыздар. Топта оқимыз, сұрақтарға жауап береміз. Келесі. Сіздердің топтарыңызға, халық қандай табиғат құбылыстарын бақылады, кластерға жинақтайсыздар. Дайын сіздерге кластер берілді, осындай кластер, сол кластерға бірінші түрде өздерін жинақтарыңыздар. Келесі, ұлдана сіздің тобыңыз, халық күнтізбесі бойынша жаңа жыл санау қандай хайуаннан басталады, кестерге қатармен жазыңыздар. Кестеге жазыңыздар, жазып отырыңыздар. Келесі тапсырма. Самира, сіздердің тапсырмаларыңыз, нүктелердің орнына қажетті сөздерді қойып, сөйлемдерді толықтырыңыздар. Дайынсыз ба? Дайынсыз ба? Айта оқи қой, орныңызға тұрамыз, айта қойыңыз. Дайын болсаңыз. Жаңа күнтізбесі табиғат құбылыстарын Бақылаудан туды. Келесі. Кім оқиды? Сабира, оқыңыз. Күнтізбені мал шаруашылыққа, диқаншылыққа пайдаланды. Күн район болғайтын жолдашылар. Дұрыс, оқыңыз. Arkadaşlar Жұлдыздар жақсы білді. Келесі топ. Жыл аттары, тышқан аяттары ол наурыз, сиыр ол сауыр, барыс ол мамыр, қоян ол маусым, ұлу ол шілде, жылан ол тамыз, жылқы ол қыркүйек, қой ол қазан, мешін ол қараша, тауық ол желтоқсан, ит ол қаңтар, доңыз ол ақпан. Дұрыс, бағалап отырамыз, ұлдана. Келесі, Диястың тобы. Табиғат құбылыстары. Күн мен түннің ауысуын, күн мен ұзақтығын, айдың туы мен батуын, жыл мезгілдердің ауысуын, жұлдыздардың орналасуын тәрбиен. Жұлдыздардың орналасуы болды. Дұрыс. Келесі балдар. Дұрыс. Бағалап отырамыз 3 топ. Бағалап отырамыз. Самира, бағалап отырамыз. Келесі балдар тапсырманы біз келесі тапсырма Абайдың өлеңі, Абайдың өлеңіне мән береміз жыл мезгіліне қатысты. Осы жыл мезгіліне сіздер сәйкестендіріп табуларыңыз керек.
mezgili. O'lingni o'qiymiz. 4 yil mezgili.